Bir күні пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам қасына бір мәдиналық кедей адам келіп, жейтін нәрсе сұрайды. Пайғамбарымыз оған: "Сенің үйіңде еш нәрсе жоқ па?" деп сұрады. Бір бұрышын жамылып, бір бұрышын төсеп жүрген матамыз және бір су құятын ыдысымыз бар дейді. Аллахтың елшісі оларды алып келуді сұрайды. Әлгі адам оларды алып келеді. Пайғамбарымыз оларды қолына алып, сол жердегілерден: "Мыналарды кім сатып алғысы келеді?" деп сұрайды. Сахабалардың бір дирхам беретін айтқанда, одан көп беретін адам жоқ па деп бірнеше рет қайталайды. Соңында 2 дирхам берген адамға кедейдің заттары сатылады. Пайғамбарымыз ақшаны кедейге беріп: "Мынаның біреуіне үйіңе жейтін нәрсе, қалғаны бір балта алып маған кел" дейді. Оның әкелген балтасына пайғамбарымыз өз қолымен сап салып: "Енді бар, осымен отын шауып сат, 15 күн жұмыс істе, сосын маған кел" дейді. Кедей 15 күннен кейін келгенде 10 дирхам табыс тауып, қажетті нәрселерін алған еді. Пайғамбарымыз бұған қатты қуанып: "Қайыршылықтың қиямет күні бетіңде бір дақ болып көрініп тұрғаннан осы артық" дейді.